Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен Мирас. Бүгін біздің обзорымызда мынандай екі телефон. Бұл бізде iPhone 8 Plus және де Samsung S8 Plus телефондары. Яғни бұл екі телефондар 2017 жылдың ең мықты телефондардың бірі болып есептеледі. Яғни бұл iPhone iOS системасы бойынша iOS жүйесімен және де Samsung Android жүйесі бойынша істейтін екі телефондар. Бұлар бір-біріне екі үлкен конкурент болып келеді. Біздің сұрақ бойынша бұлардың екеуін салыстырамыз, қарастырамыз және де 2020 жылы осы телефонды алуға тұрарлық па деген сұрақтармен осы сұрақты сөйлесеміз. Ал енді бастайық обзорымызды. Бізде бірінші S8 Plus шығарайық. S8 Plus әдемі қара коробкада. Қолымдағы менің S8 Plus 2017 жылдың сәуір айында шыққан телефон. iPhone 8 Plus 2017 жылдың қыркүйек айында шыққан телефон. Әңгімде телефонды ашып көрейік. Бізді Samsung S8 телефоны өзін қарсы алады. Қазір комплектісі туралы сөйлесейік. Ішінде қара коробка. Samsung Galaxy S8 Plus-тың коробка жағынан, комплект жағынан iPhone 8 Plus-тан қарағанда өте мықтырақ болады. Неге екенін қазір көреміз. Бұл да комплектісінде несі Fast Charger деген, яғни быстрый зарядканы білдіреді, тез зарядканы білдіреді. Телефонды яғни тез зарядтайды. Блочок 2 ампер, 2,4 ампермен зарядтайды, 5 вольт. Зарядка бойынша және де бұл комплектілер полный болады. 2G деген Samsung-тың мықты наушниктар комплектісінде және де бізде USB коннектор болады. Переходниктар комплектісінде екі переходник болады. Ішінде зарядканы қоя тұрайық. Қазір енді iPhone 8 Plus-ны өзін шығарайық. iPhone 8 Plus мені қарсылаңызда Samsung Galaxy S8 Plus. Комплектісінде қағаз, 1 амперлік жай зарядка, телефонда 2 амперлік тез зарядка, наушник Lighting, iPhone және де iPhone 8 Plus-на жай шнуры 1 амперлік болса. Мынарды енді сырт жағынан қоя тұрайық. Енді бұлайын ашық қарайық. Дизайн бойынша екеуі де 2017 жылдың ең мықты телефондардың бірі. Дизайн бойынша екеуі де стеклодан жасалған. Артқы крышкасы және алдыңғы крышкасы iPhone-да ортаңғы жағы, яғни шеттері стальдан жасалған. Samsung Galaxy S8 Plus-та неден жасалған? Темірден жасалған, мынандай алюминий материалынан жасалған. Артқы жағынан да екеуі де Corning Gorilla Glass 5-ші поколение деген стеклолар тұр. Бұл екі телефонда алдыңғы жағынан дисплей жайлы айтатын кетеді. Артқы жағынан қазір артында iPhone знагы тұрады, үстінде екі камерасы. Осымен iPhone 8 Plus басқа телефондардан білінеді. Артында екі камера тұрғанынан. Samsung Galaxy S8 Plus ортасында бір камера тұрғаны және бізде екі вспышка қасында оң жағында тұрғаны және де бізде тұрған саусақпен телефонды ашу, яғни сканер отпечатка пальцев тұр. Ал дисплей жағынан сөйлесетін болса қысқаша. Samsung Galaxy S8 Plus-та Super AMOLED дисплей, разрешениесі өте жоғары. Ал біздің iPhone-да дисплей IPS матрица тұр, яғни бұл дисплей Samsung Galaxy S8 Plus-тан қарағанда өте салыстырғанда арзан дисплей, бірақ дисплейдің качествосы жаман деп мен өз басым айта алмаймын. Бұлай объективно қарайтын болсақ, характеристика жағынан S8 Plus-тың дисплей мықты болып келеді. Качество жағынан, бәр жағынан немесе сосын бұл дисплейда безрамочный дисплей болып келеді, яғни рамкалар жоқ. Дисплейдің өзінде edge болып келеді, жан-жағы майысқан. Edge деген уже майысқан деген округленный форманы білдіреді. iPhone 8 Plus-тағы дисплейден IPS матрица, качествосы өте тамаша, ешқандай мен өзім сұрағым жоқ. Өзім iPhone-мен қолданып жүрмін, ешқандай iPhone-сы. Екі телефонның бойында качество жағынан S8 Plus мықтырақ дисплей жағынан качество жағынан. iPhone 8 Plus-та качество жағынан нашарлау, бірақ маған iPhone-мен қолданылған iPhone-ның дисплей, яғни маған ұнайды. Ешқандай маған сұрағым жоқ. Ол жағы бойынша және де маған iPhone-да ұнайтын бір сенімді True Tone деген функциясы бар. True Tone деген функциясы, яғни сіз True Tone функциясын қосқаннан кейін бұл дисплейдағы ішінде яркості, яғни жарықтықты өзіңіз қосасыз режимді. Бұл сіздің көзіңізге, жан-жағыңызға қарап, жан-жақтағы жарыққа қарап, яғни яркості, жарықтығын настраивать етеді, жөндейді. Samsung S8 Plus-та тура сондай функциясы бар. Ол бізде Always On Display деп аталады, яғни ол да дисплейді қарап атайды, қалай түсіретін. Және де бұл iPhone-да маған бір ұнайтын нәрсесі, функциялар жағынан сөйлесетін болсақ, Samsung Galaxy S8 Plus-та маған ұнайтыны Edge деген функциясы былайынан шығарасыз, жаңда камера, сізге керекті программалардың бәрін қоса бересіз, ортаңғы экранға шықпайсыз. Және де бұл кнопка жағынан, мысалы басылатын
кнопка жағынан басатын болсақ, жаңағы ортасындағы мысалы кнопканы басасыз, сол давление сезеді, экранды ашады. Ал iPhone 8 Plus-та бізде мысалы әрбір функциясы таңдау үшін, қосу үшін мысалы кнопканы басып удержать тұрсаңыз, бұда 3D Touch деген функциясы бар, яғни бұл біздің дисплей басқанда давлениені ауырлықты сезеді, сол программа бойынша қосады. Мысалы біреу сообщение жазамын дейсіз, басып тұрасыз, мына жерде написать сообщение деген сұрақ тұрады мысалы. Яғни сообщение жазу деген. Сондықтан жазайсыз, қолдана бересіз, тез кіріп. Өте сол функциялар бойынша осы функциялар өте ұнайды. Дисплейдің размері үлкен жағынан 8 Plus әлде қайда үлкендеу. Жалпақтық жағынан былай салыстырғанда бірдей. Бірақ дисплей жағынан S8 Plus әдемі, өз қолданыста қараған. Енді процессор жағынан сөйлесетін болсақ, яғни бұл Samsung Galaxy S8 Plus-та Қытай және Америка рынкына жаңағы бұда Snapdragon 635 процессор тұрады, ал біздің орталық Европа рынктарына Exynos процессоры тұрады. Процессор жағынан ойын ойнайтын болсаңыз, Samsung Galaxy S8 Plus-та және де басқа үлкен программаларды қолданатын болсаңыз, Samsung Galaxy S8 Plus бірінші ойынның жарты сағаты, бір сағаты егер ауыр ойын болатын болса 60 FPS-пен көрсетеді, яғни қатпайды, жақсы көрсетеді деген сөз, телефон қызбай. Одан кейін ол уақыт өткен сайын процессорға салмақ түсе бастағаннан кейін телефон қыза бастайды. Ойынның мысалы 60 FPS-ні, яғни ойынның графика жағынан бұл 20 FPS-ке дейін түсіп телефонның өзі қатай бастайды. Сол функциясы маған ұнамайды бұл телефонда. Сосын және де ойыннан қатты салмақ түскенде процессорға питание дейді, яғни қуаты тез әлсірейді. iPhone 8 Plus-та мысалы ойнағанда өзім ойнап көрдім, ешқандай сұрақ жоқ. 1-2 сағат ойнайсың, 2 сағаттың мысалы ішінде ойнасаң, сенде 60 FPS көрсетіп тұрса, 1 сағаттың телефон артын жайлап қыза бастайды, бірақ жай просто жылы болады. Мынау сияқты 8 Plus ыстық болып кетпейді, артқың крышкасы, стеклосы. Және де бұда ойнағанның, яғни процессорге, бұл процессор A11 Bionic деген процессор тұр, салмақ түсе бастағанда несі жарықтығы төмендейді, болды басқа FPS, мысалы 60-тан 40-ға ғана түседі, 20-10-ға 10 FPS-ға түспейді. Ойын жағынан, батарейка жағынан iPhone 8 Plus әлде қайда көбірек ұстайды. Батарейка жағынан S8 Plus сізді сбалансированно қолдану үшін, яғни қарап сообщение жауап беріп жүрсеңіз, сізге бір күнге жетеді S8 Plus-ның батарейкасы, ал iPhone 8 Plus-тың тура сондай режимде жүретін болса, 1,5-2 күнге ешқандай кедергісіз жетеді, ол жағынан ойындамайсыз. Және де корпус жағынан екеуінде де су өткізбейді, IP67 защитасымен қолданылған. IP67 деген защитасы, яғни да су өткізбейтін защиталар бір болып есептеледі. Ал былайынан ашып көрейік, енді камера жағынан салыстыратын болсақ, камера жағы iPhone 8 Plus-та маған қатты ұнайды. Түсіргенде iPhone 8 Plus-та сурет жағы более суық түстермен болып келеді, ал Samsung Galaxy S8 Plus-та түстер более дегенде қазір красочный, яғни жақсы цветтермен, әртүрлі түстермен білдіп тұрады, более жарық, жылы түс болып тұрады, мына жерде суық түстер. Және де камера жағынан кіретін болса, камера жағынан iPhone 8 Plus түсіреді 4K видео, 4K форматта 60 FPS секундына, Samsung S8 онда YouTube iPhone 8 Plus сияқты жай түсірілмайды. Камера жағынан салыстыратын болсақ, iPhone 8 Plus жеңілді. Ал камера салыстыратын болсақ, енді былайынан толықтыра қорытындылай бастайық. Дизайн жағынан iPhone 8 Plus мысалы осы дизайн, мысалы кнопкасымен және дисплей дизайн бойынша iPhone 8 Plus пен мысалы iPhone 6 Plus екеуін салыстырып көретін болсаңыз, iPhone 6 Plus 2014 жылы шыққан телефон, одан кейін iPhone 6 Plus, 6s Plus және 7 Plus, мына 8-ші 8 Plus 4-ші поколение. Алдың жағынан қарасаң, ештеңе, яғни ауыспаған, ешқандай сіз дизайнның жағынан айырмашылық көрмейсіз. Немесе енді Samsung Galaxy S7s және де S8 моделін салыстыратын болсаңыз, айырмашылық сразу көрінесіз, қолыңыздан ол телефон екенін. Бұны түсінесіз, iPhone 8 Plus екен артқың крышкасына қарағанда, артқыңға жағынан қарағанда ғана түсінесіз. Енді iPhone X, мысалы iPhone 10 деген модельді дизайн жағына өзгертті, яғни жағына планка қойды, телефондарды қалай жасау керек екеніне.
дизайн жағынан S8 Plus мықтырақ. Және де біз айтқан жоқпыз защита жағынан, яғни екеуінде де сканер отпечатка пальцев бар. iPhone-да ыңғайлы, алдында тұр Samsung S8 Plus моделінде, және де S8 моделінде сканер отпечатка пальцев, яғни артында тұр, бұл және камераның қасында тұр, камераның оң жағында тұр. Ыңғайсыз. Неге? Себебі сіз бірінші S8 Plus моделінде ана жетушіңіз қолыңыз былайынан соғызбанан іздеуіңіз керек, және де сіз іздеп жатқанда камераны жиі басып кетесіз. Бұл жиі басатында өйткені сізге разблокировка жасау керек. Және де Samsung Galaxy S8 Plus-та тағы да екі защита болады. Бірінші защитасы және қорғанысы. Бұл біздің адамның бет әлпеті арқылы разблокировка жасау, ал және де біздің көзіміздің қарашығы бойынша отпечатательно распознавание лица жасау, яғни блокировкадан қорғаныстан шығару үшін бізге үшіне бойынша біз телефондарды аша аламыз. Бұны салыстырғанда сол, мысалы баға жағынан соң қорытылымында баға жағынан салыстырып iPhone 8 Plus-тың бағасы 170 мың теңге. Мысалы бұл телефон, яғни қолданыста болған телефон, бірақ состояниесі өте жақсы состояниеде 170 мың 180 мың теңгеге табуға болады. Немесе жаңағы ал Samsung S8 Plus-ты баға жағынан салыстыратын болсақ, бұл жақсы состояниеде, в идеальном состоянии деп қалай айтамыз. Енді қолданыста болған, бірақ тиянақты ұстаған телефон, мұның бағасы 100 мың теңгедей болады. 100 мың теңгеге жақсы телефон алуға болады S8 Plus. Ол яғни бұл бағалар осы ақпан айының 2020 жылдың ақпан айындағы бағалар. Тағы да сіз мысалы телефон алым немесе сатамын және ремонт бойынша кімге хабарласаңыз, білмесеңіз, таныстарыңыз болмаса, маған хабарласаңыздар болады. Мен сіздерге телефондарды көрсетемін, және мен телефондарды өзім сатып аламын, сатамын, және жаңа телефон алатын болсаңыздар, маған хабарласаңыздар болады. Қорытындыға келсек, өз басым мысалы менде iPhone 6 және немесе 6s модель болса, либо 6s Plus, iPhone 8 Plus-ты мен алушы едім. Немесе сізде де мысалы Samsung-ға Android-қа үйреніп қалсаңыз, Samsung Galaxy S8 Plus-ты ал өзіңіздің ұнаса дизайн жағынан алсаңыз болады. Мына екі телефондарды әлі бірталай өмір сүреді. Жоқ дегенде 5 жыл өмір сүреді. 5 жылдың ішінде ешқандай уайымсыз мына телефондарды қолдана берсеңіздер болады. Өте жақсы телефондар, өз баға жағынан және де өзінің сапа жағынан. Мен көргендеріңізге көп рахмет. Менің атым Мирас. Сау болып тұрыңыздар.